Мәжілия кезеңіндегі бірінші жексенбі күні жайлы Франсис папаның уағызы. Құрметті бауырластарым, қайырлы жексенбі. Бүгінгі литургияда оқылатын Інжілден керемет сөздерді ести аламыз. Бұл сөздер бізді Мәжілия кезеңіне, яғни Адвент кезеңіне енгізеді. Сергек болыңдар, сендер қожайындарыңның қай күні қайтып келетінін білмейсіңдер. Матай жазған Інжіл 24:42. Бұл үмітіміздің негізі. Бұл өміріміздің ең қиын азапты сәттерінде де бізді демейтін үміт. Яғни Құдайдың бізге қайта оралуына деген үміт осы. Құдай иеміз жақын. Ол бізге қарай келе жатыр. Мұны ешқашан ұмытпайық. Иеміз бізге үнемі келіп тұрады. Иеміз бізді зиярат етеді. Иеміз бізге жақындай түсуде. Ол ақыр заманда иеміз бізді өз құшағына алу үшін қайта оралады. Осы сөздерді естіген соң өзімізге, иеміз бізге қалай қайтып келеді, Құдай иемізді қалай танып қарсы аламыз деген сұрақтарды қояйық. Осы екі мәселені ой елегінен өткізейік. Бірінші сұрақ. Иеміз бізге қалай қайтып келеді? Өмір жолымызда Құдай иеміздің бар екенін, оның бізді жетелеп, бізбен сөйлесетінін жиі естиміз. Бәлкім көп нәрсе назарымызда аударатындықтан осы сөздер бізге тек әңгіме сияқты көрінеді. Әрине, иеміздің қайта келетінін біле тұра, біз осы сөздерді толық түсінбейміз. Немесе иеміз қандай да бір керемет белгі арқылы көзге түсерліктей етіп келеді деп ойлаймыз. Алайда, иеміз Иса өзінің қайта оралуы Нұх пайғамбардың заманындадай болатынын айтады. Матай жазған Інжіл 24:37. Нұх пайғамбардың заманында адамдар не істейтін еді? Олар әдеттегі күнделікті тіршілікпен айналысатын еді. Әдеттегідей адамдар ішіп, жеп, әйел алып, қыздарын ұзатып өмір сүруде еді. Матай жазған Інжіл 24:38. Келесі сөздерге назар аударайық. Құдай өмірімізде жасырын түрде бар екен. Құдай әрқашан жанымызда. Құдай өміріміздің ең қарапайым және күнделікті жағдайларында жасырын түрде қатысып отыр. Құдай бізге табиғаттан тыс оқиғалар арқылы емес, күнделікті нәрселер арқылы келе жатыр. Құдай күнделікті тіршілігімізде өзін көрсетіп, өмірімізге араласады. Құдай күнделікті еңбек, жұмысымызға, басқа адамдармен кездейсоқ кездескендерімізге қатысады. Құдай мұқтаж адамның жүзі арқылы бізге өзін көрсетеді. Құдай тіпті біз қызықсыз бір қалыпты күндерді бастан кешіргенде де өзін көрсетеді. Дәл осындай күндері Құдай иеміз бізге үн қатады, бізбен сөйлеседі, бізді іс-әрекетке жігерлендіреді. Екінші сұрақта бар. Иемізді қалай танып қарсы аламыз? Сол үшін біз рухани ұйқыда болмауымыз керек. Рухани мұқият пен сергек болуымыз керек. Иеміз Иса бізді өзінің қайтып келгенін байқамай, соған дайын болмау қаупі бар екендігі туралы ескертеді. Бір күні мен әулие Августиннің мына айтқанын еске түсіріп айттым. Мен қасымнан өтіп бара жатқан Құдай иемнен қорқамын. Яғни ием Иса қасымнан өткенде танымай қаламын ба деп қорқамын. Сонымен, Нұх пайғамбардың заманында өмір сүрген адамдар туралы иеміз Иса былай дейді. Адамдар ішіп жеп сүруде де еді. Топан су басып, бәрін алып кетіп, қырып салғанша олар ештеңені ұқпады. Матай жазған Інжіл 24:39. Олар ештеңені ұқпады деген сөздерге назар аударайық. Сол адамдар өз қамымен тым әуре болып кетті. Сол адамдар топан судың басып жатқанын білген жоқ. Сонымен, иеміз Иса жер бетіне қайтып келгенде,
періштелер егіндікте жүрген екі адамның біреуін қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді, дейді Матай жазған Інжіл 24:40. Бұл нені білдіреді? Екі адамның айырмашылығы неде? Айырмашылық мынада. Осы екі адамның біреуі сергек болып, күтіп жатып, күнделікті өмірде Құдайдың бар жоғын ажырата алды. Ал екінші адам керісінше шашыраңқы болып, тек бүгінгі күн үшін өмір сүріп, белгілерді байқаған жоқ. Бауырластарым, осы мәжілия кезеңінде рухани есеңгіреуімізді қойып, ұйқыдан оянайық. Өзімізге мынадай сұрақтар қояйық. Мен не үшін өмір сүретінімді түсінемін бе? Рухани жағынан сергекпін бе? Рухани ұйқымнан ояндым ба? Күнделікті өмірімде Құдайдың жанымда екенін байқауға тырысамын ба? Әлде рухани жағынан шашырап, бұ дүниенің қамын тым беріліп кеттім бе? Егер бүгін иеміздің жер бетіне қайтып келетініне көнбесек, онда ақыр заманда оны қарсы алуға дайын болмаймыз. Ендеше рухани сергек болайық, бауырластарым. Иеміздің қайта келгенін күтейік, иеміздің бізге жақындағанын күтейік. Өйткені ол шынында да жақын. Иемізді күте отырғанда қырағылық танытайық. Әулие Мариям бикеш күте алатын жан екен. Мариям Назарет қаласындағы қарапайым және байқалмайтын өмірінде қасынан өтіп бара жатқан Құдайды байқай алған. Мариям ғажайып түрде иемізді өз құрсағына алып, оны дүниеге әкелді. Мариям өміріміздің жолында иемізді күтуде мұқият болуға көмектесе берсін. Құдай иеміз арамызда, ол қайтып келе жатыр. Аумин.